Сәлем достар, баршаларыңызға. Бүгін сіздерге кредитный рейтингтеріңізді қалай көтеретініңізді айтатын боламыз, және кредитный рейтингтеріңіз қаншада тұрғанын көрсететін боламыз. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Мен каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Ең алдымен осылай Google-ға ПКБ первый кредитный бюро деп жазып аласыздар. Ең басты бетте осылай бірінші тұрған базаға кіретін боласыздар. Одан кейін регистрациядан өтесіздер. Егер де регистрациядан өтіп тіркелмеген болсаңыздар, регистрацияны басып тіркеліп аласыздар. Одан кейін вход дегенді басатын боласыздар. Ол жерде телефон номерлеріңізді және парольдарыңызды жазып кіресіздер, немесе мына жерде егоф арқылы кірсеңіздер де болады. Сіздерге ECP ключ қажет болады егоф арқылы кірген кезде. Осылай парольдарыңызды және логиндарыңызды, номер телефондарыңызды жазасыздар, сосын войти-ді басасыздар. Міне осылай кіреді басты бетте. Осылай аттарыңыз шығып тұрады. Және сіздер рейтингті көтеру үшін физлицам деген жерге барасыздар. Ең бірінші тұрған физлицамды басыңыздар. Осы жерде ревит увеличение кредитного рейтинга деп тұрған жерге кіресіздер. Міне ревит шығып тұрады сіздерге осылай. Бұл жерде 3000 теңге төлеп, оплата жасап, ары қарай кредитный рейтингтеріңізді көтеруге жіберуге болады. Осылай барлығын тексеріп, оқып алсаңыздар болады, танысып, және барлығын оқып болғаннан кейін повысить рейтинг дегенді басасыздар. Міне ары қарай бұл жерде сіздерде получить дейсіздер, рекомендация деп, ары қарай неге өтесіздер, екінші жаққа өтесіздер. Міне бұл жерде платный деп жазылып тұр. Енді сіздер иындарыңыз, фамилия аттарыңыз шығып тұрады. Основной доход теңге в месяц дейді. Бұл жерде сіздер бір айлық табыстарыңызды жазатын боласыздар. Одан кейін сіздер бір айда қанша теңге жұмсайсыздар. Арендаға, депозитке және таксиге барлығына қанша жұмсайсыздар, соны жазатын боласыздар. Одан кейін продолжить дейсіздерде рейтинг көтеруге оплата жасап жібере берсеңіздер болады. Рейтинг көтеруге ең ұзағы 2 ай немесе 1 айдың ішінде рейтингтеріңіз көтеріледі. Енді сіздерге стоп кредит жайлы айтатын боламын. Бұл стоп кредитте, егерде сіздің артыңызда мошенниктер кредит алып, қайта-қайта мазалап жатса, сіздер осылай стоп кредит дегенді басып, подписаться етсеңіздер, ешқандай сіздердің атыңызға кредит шықпайтын болады. Осылай стоп кредит қылып жасап қойсаңыздар болады.